сөйтіп түнде 2 мен 3-тің арасында бір кезде жаңағы аурудың бәріне біреу мына жез тырнақтар ішіме кірген сияқты болып тұр ғой. Жаңағы ішімде бүйтіп қан сырапты бірдеңе шолып жатыр да. Сол кезде түсіндім да, мен өлетін уақытым жақындап қалды, жаным шығып бара жатыр. Сөйтіп аузымды тас қылып жауып алған, аузымды аштым. Вы идите, все возьмите, чтобы все лежало в машине. Если что надо будет, вы всегда возьмете. Хорошо? А то обязательно что-то надо будет. Я просто услышал, Максим келеді. Думаю, вы ет қоя салайын онда. Менің атым Нұрлан. Қазір міне Алматы облысында тұрып жатырмын. Өзім осы Исаға келгеніме 24 жыл болды. Қалай келгенім туралы айтып берейін. Мен өзім негізі мынау Арал жақта туылғанмын. Сөйтіп, сол жақта өсіп, өніп, кейін Шымкентте оқып, технологический институт бітірдім. Сөйтіп, сол жақтан Көкшетау жаққа жұмысқа жіберді. Сол жақта жүрген кезде әйелмен таныстық, үйрендік, екеуміз. Менің 4 бала шағам бар, 4 немерем бар. Сол бір күні сол жақта жүргенде бір құдалыққа бардық. Құдалыққа барған кезде енді 8 март күні жердің бәрі қар бәрі еріп кеткен, жып-жылы болып тұрған. Сөйтіп құдалыққа барып, сол Көкшетау жақта қайтып жатқан кезде бір кезде боран басталып кетті. Сол боран 4 күн болып, жаңағы қар жауған кезде КамАЗдың үстінен биік болып кетті ғой. Сөйтіп не керек? Бүйіріме соқ дейді. Содан кейін ауруханаға барсам, дәрігер айтады, сізге ота жасау керек дейді. Кішкентай аппендицит сияқты бір ота жасалды Ақмолада. Ол кезде Ақмола қаласы. Сөйтіп жаңағы ота жасағаннан кейін адамдардың бәрі 2-3 күнде тұрады да, кете береді. Мен жатырмын 3 күн өтті. Жаңағы қызылым түспейді ғой. 39-40 болып тұрды температура. Оны ота жасаған өзім таныс бір карис дәрігер. Ол келіп, былай қарады да. Содан кейін система қоямыз, іштеген алмайды, жақсы болып кетеді әлі деді. Сөйтіп бәрін қойып жатыр, уколын бәрін салып жатыр, системасын құйып жатыр, бәрін істейді. Бірақ қызу түспейді ғой, қатты қиналып жатыр, ауыртып жатыр да бәрін. Не болып жатқанын ешкім түсінбейді. 5 күн өтіп кетті. 5 күн өткеннен кейін жаңағы дәрігерім келіп, былай қарады, өзі қорқып кетті бір түрімнен. Сөйтіп, жаңағы біз жатқан жерде қасында не бар? Мединститут бар. Сол жерге барып та бір профессорды алып келді. Ол кісі татар кісі екен. Ол кісі жан-жағымнан бәрін қарап шықты, бұрылды да кетіп қалды. Сөйтіп өзім жатырмын, мен бұл не болды екен деп та. 7 күн өтті. 7 күн өтті. Жаңағы бәрі ауыртып жатыр, қызу түспей жатыр. Су да іше алмаймын, басымды көтере алмаймын, ештеңе істей алмаймын. Қиналып жатырмын қатты. Ішімде бірдеңе ауыртып жатыр. Жаным шығарып жатыр да. Сонымен 7 күн өткеннен кейін жаңағы дәрігерім сол тағы да консилиум шақырды. Сөйтті де 1-2 профессор келді. Жан-жағынан бәрі қарап жатыр, ешқайсысы ештеңе демейді. Дейді, ішіндегі ең үлкені бір кезде әйелімен бұрылды да, сіз бүгін бұл жерде қалмаңыз, үйіңізге қайтыңыз деді. Сөйтті, мен бәрі түсінікті болды енді. Мен кететін уақытым келіп қалған шығар дедім. сөйтті, жаңа Айжан екеуміз қоштасып жатырмыз, ол жылап жатыр. Сөйтіп қоштастық, үйге кетті. Сөйтіп жатырмын бір кезде. Сөйтті бір кезде түнде сағат 2 мен 3-тің арасында жаңа өзі қиналып жатырмын, қатты бәрі ауырып жатыр да. Сөйтсе бір кезде жаңа жез тырнақтар біреу қолын тығып жіберген сияқты да. Ішіме тығып жіберіп, мен ішім бәрін бүйтіп бүріп тұрып, ауыртып, шулып жатыр ғой. Сол кезде түсіндім де, мен жаным шығып жатқан дедім де. Сөйтіп жаңағы тісімді тас жауып алғам, аузымды ашсам жаным шығып кететін сияқты да. Сөйтіп жатырмын қиналып. Өмірім бәрі көз алдымда тұр. Жаңа қараймын, бәрі бос өткен екен. Сөйттім де өзім күнәһар екенін түсіндім. Өлердің алдында бүкіл кімге жамандық жасадым, солардың бәріне кешірім сұрайын дедім де. Сөйтіп ата-анам бар, әйелім бар, достарым бар, бір адамдар бар да, бәрі көз алдымнан өтіп жатыр да, бәрінен кешірім сұрап жатырмын. Сөйтіп өзім ойланып, жаным қиналып бара жатыр. Мен өлімнің алдында кімнен кешірімді әлі сұраған жоқпын деймін де. Сол кезде басымнан Құдай, Алла деймін де, кешір мені деймін де. Аман-есен жүрген кезімде сен айтқандан ештеңе істемеген екен. Енді қазір мені өзін сақташ, 2 балаларым үшін дедім де. Солай деп айтқан кезде бір кезде алдымнан жап-жарық болып нұр шықты да, сөйтті де Иса шықты ғой. Сөйтіп маған қарап тұр, қазақшалап маған сөйлеп бір кезде. Балам,
қиналып жатсың ба деді. Қиналып жатырмын деді. Маған сенесің ба деді. Ішімнен ойланып, бұған қалай сенемін, мен қазақпын деп қоямын да. Сөйтіп үндемей жатырмын. Bir кезде ол маған қайтадан қарады да, өзіне көрсетті, сен маған сенесің ба деді. Сол екінші сұраған кезде түсініп кетті. Мен қазір егер сенбесем өлем, Алланың алдына барам, мені құтқармадыңыз деп айтам. Ол айтады, мен саған құтқару үшін жібердім, сен сенбедің. А сенімсіз құтқару мүмкін емес. Соның бәрі жәмилеп басыма кірді да, мен жәмилеп былай деп айттым. Мен сенем, Алла сізді мені құтқару үшін жібергеніне. Ол сенімің бойынша жүре бер деді. Сөйтіп 7 күн жатқан бол, басымды көтере алмаймын, жүре алмаймын, ештеңе істей алмай жатқанмын ғой. Бірден тұрдым да жүріп кеттім ғой. Таң атты, әйелім келді, Айжан. Маған қарайды бір кезде. Тірісің ба дейді, тірімін дедім. Топ етіп шалқасынан түсті. Сөйтіп жаңа дәрігерлердің бәрі жүгіріп келді бір кезде. Жаңа корейс досым бар. Ол жүгіріп келіп, сен қалай тірі қалдың дейді да. Мен айтамын да, осылай түнде Иса келді, сенесің ба деді. Сенем дедім да, тұрып кеттім деймін да. Біз сенімен қоштасып қойғанбыз дейді да. Ой, ойладық, сен кетіп қаласың деп. Сөйтіп әйеліңе не болды дейді да. Мен айтамын да, ой, бұл әбден қиналып кеткен. Сөйтіп жаңағы қобалжып есінен танып қалды дедім да. Сөйтіп әйелімді алды да менің жаңа жататын жеріме жатқызып қойды. Менің системам оған салып қойды, тарсыткызып. Сөйтіп әйелім жатыр, жаңағы көзін ашады, өзіне келеді да, маған қарайды, тірісің ба дейді, тірімін деп қайтадан шалқасынан түседі бір кезде. Сөйтіп кешке қарай өзім есін жинап алып, кішкентай кезімде әжем айтушы еді, осы орыстарда Исаның Інжілі бар деп. Сол есіме түсіп кетті. Айжан дедім да, Исаның бір кітабы бар, соны тауып алып кел дедім да, оқи бастадым бір кезде. Мен оқып жатсам, бір кезде қарасам, Иса сүндетке отырылған екен. Ой деп қоямын да, мынау қазақ қой деп қоямын жаңа. Сөйтіп жаңа әрі қарай оқып жатырмын. Сөйтсем ол бүкіл күнәһар адамдарға құтқару үшін, Құдайдың көктен жіберген сүйіспеншілік сөз екен да. Жылап жібердім ғой, мен Құдайды іздеген де жоқ, білген де жоқпын да. Иса өзі келіп, мені іздеп тауып алды. Жаңа ауруханадан шығып, үйге келдік. Бәрі қуанып жатыр, аман-есен қалғанымызға, халықтың бәріне Иса туралы айта бастадым да. Адамдар келіп, осылай, сен Иса туралы көп айтып кеттің. Мынау халық түсінбей қалып жатыр деп, одан қайта үндемей жүр деді. Бұл Құдайдың енді қуанышы ғой, адамдарға құтқару жолы деп айтып түсіндіріп жатырмын. Сөйтіп бір кезде қарсылық басталып кетті ғой. Сен Исадан бас тарт, оның қажеті жоқ саған деп бас тартты. Сосын мен айтамын да, қалай мен бас тартамын? Құдайға сөз бердім, сенем деп та. Осы Иса Құдайдың ұлы деп сеніп тұрмын дедім да. Жан жақтан қарсылық одан сайын көбейіп, бір күні адамдар маған осылай, егер Исадан бас тартпасаң, онда сен әйел де болмайды, бала да болмайды, туыс бәріміз бас тартамыз, бұл қалада тұра алмайсың деді да. Сөйтіп бір күні мені ұрып соғып, жаңағы өзім үйімнің алдына әкеліп, лақтырайын деп жатыр да, жан жақтан қолынан ұстап алған. Соңғы рет айтамыз, Исадан бас тарт деді да. Бас тарта алмаймын, енді Құдайға сөз бергенмін дедім. Сөйтіп жай шақырып тұрды да лақтырып жіберді. Ұшып баратырмын, ұшып баратқан кезде бір кезде біртүрлі күмән басталды да, өзім ойлаймын, менде ешкім жоқ, бәрінен менен бас тартып жатыр, мен қалай өмір сүремін дедім да. Сөйттім да, өзім ойладым да, қой мен Исадан бас тартайын. Сөйтіп өзім елімнің арасында адамдармен бірге, әйеліммен, бала-шағаммен бірге өз үйімде тұрайын дедім да. Сөйтіп Иса мен сенен бас тартайын деген кезде бір кезде сөз келді маған. Мен қуғынға түскенмін, сендер де қуғынды аласыңдар деген. Жаңа жерге топ етіп түскен кезде қайтадан тәубеге келіп Исаға деген сенімде түстім ғой. Сөйтіп жүрегімде біртүрлі қуаныш бар да, осындай сенімде қалғаныма тұрым, далада қыс, аяз, жатырмын жаңа жерде, үйде жүрген киіммен түскенмін ғой. Тізерлеп тұрып алдым да, Құдайға сыйындым. Көктей әке дедім да, көріп тұрсың ғой, киімім де жоқ. Болса киімімді берсін дедім да. Бірге есік ашылды да, біреу айқайлады. Иса дейді. Дедім. Киімімді ал дейді. Лақтырып жіберді да. Қуанып кеттім. Киімім бар да. Киімімді киіп алдым. Сөйтсем бір етігім жоқ екен. Қайтадан тізерлеп тұрып алдым да, Құдайға айтамын, Құдай деймін да. Мынау екінші етігімді берсін деймін да. Сол кезде қайтадан бір айқайлайды Иса деп бұрыла бердім. Маңдайымнан тарс етіп дейді да жаңа етік. Маңдайым көкпе-көк кетті ғой. Оған қарамай қуанып жатырмын, етігімді киіп алдым, кетіп баратырмын да, біртүрлі жүрегімде қуанышта, бәрінен айырылып жатырмын, бірақ біртүрлі қуанышта Құдаймен біргемін дегенде барып үйге телефон соқсам, анам алтын Исаға сеніп жатыр деп естіп жатырмыз. Осылай дедім да, жаңа куәлігімді айттым. Осылай Иса келді, сөйтті да, сенесің ба деді, сенем дедім, аман қалдым ана дедім да. Мамам айтады, ол Иса бізге керегі жоқ, сен одан бас тарт деді да. Содан мен айттым, мама дедім да, мен одан бас тарта алмаймын. Жоқ, болмайды. Егер сен Исадан бас тартпасаң, онда сенде ана да болмайды, әке де болмайды, туыс та болмайды. Бас тарт деді. Түнде оянсам, жаңағы жатқан жастығым бәрі су болып кеткен ғой. Сөйтсем түнімен жылап шыққан екенмін. Жаңағы уайым бәрі, қайғы жүрегімде. Сөйтіп тұрдым, өзім ойлаймын, қалай мен өмір сүремін. Ешкім жоқ. Жан жақтан бәрі қуғынға түсіп жатырмын.
бәрін тартып алып мен енді ары қарай өмірім қалай болады дедім да. Сөйтіп шынымен ойладым, қой бас тартайын Исадан. Сөйтіп елдің арасына кірейін, баяғы өмірім қайтадан қайтып келсін, бала шағамды көрейін, әйелімді көрейін, не болса деп та, туған туысқаным, анам, әкем қасымда болсын деп та, сондай армандадым да. Сөйтіп Құдайдан Исаға айттым, кешір мені дедім да, мен сенен бас тартайын дедім. Сөйтіп сөз үстіне қарасам, қалың мындай кітап жатыр да комментариямен. Соңғы рет Құдай маған не деп айтасың деді. Сөйтіп жаңа кітапты қолым алдында ашып жібердім. Сөйтсем Ишая пайғамбардың кітабы 41-ші тарау 10-ші аяттан 13-ші аятқа дейін Құдай көзімді әкеліп былай оқытып отқан сияқты болды да. Мұндай сөздерді оқыдым да. Қорықпа, мен саған жар боламын. Абыржыма, мен сенің Құдайымын. Саған қуат беріп көмектесемін. Жеңімпаз қолмен сүйемелдеймін. Саған өшкендер ұятқа қалады. Жауларың дымы қалмай құртылады. Іздесең де еш таппайсың оларды. Сенімен соғысқандар жоқ болады. Себебі Құдайың жаратқан иемін. Сені оң қолына сүйемелдеймін. Қорықпа, мен сені қолдап қорғаймын деп саған берік уәдемді беремін. Содан кейін 40-ші тарау 29-ші аяттан. Қалжырағанға ол қуат сыйлайды. Қажып шаршағанға күш табыстайды. Жасөспірімдер әлсіреп шаршайды. Тіпті жігіттер де сүрініп құлайды. Ал сенің артқандар жаратқан иеге жаңа күш қуатты ем енеді де, қырандай қанаттарын жайып кеңістікке самғай жөнеледі. Алайда талмайды, жүре береді, бірақ еш болтаңмайды. Сөйттім де жаңа кітапты жауып қойдым да, сөйлеп тұрып алдым да, ием Иса дедім, кешір мені. Осындай сынақ кезінде саған сенімді болуға күшім жетпеді деп орнымнан тұрып жүре бердім.